Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпы бүгінгі қоғамда көптеп кездесіп жатқан нәрсенің бірегейі осы мұсылмандық жолды ұстасақ, исламға келсең, исламның негізгі шарттарын орындап жүрсең, араб құлдар арабтың айтқанымен жүріп жатыр дейтіндер шыға бастады. Бұл ел ішінде тыныштықты емес, керісінше бөлінушілікке, фитнаға, бөлікке апарып жатқанын көріп жатырмыз. Көптеген осы исламды дұрыс түсінбеген, мұсылмандықтың мән мағынасын ұқпаған адамдар солардың айтқан дұрыс екен деп еріп кетіп жатқандарды да көресің. Сөйтіп, тап-тыныш бүгінге дейін ата-бабамыз ұстап келе жатқан дінін жоққа шығарып, күнәға батып жатқандарды да көрген кезде қынжыласың. Тағы біреулер шықты. Ойбай, біздің ұстанған дініміз ислам діні емес, көк тәңір діні. Тәңіршілдік деген бұл ата-бабамыздан келе жатқан ұстаным. Мұсылмандық деген ар жағында жеке бір ұлтқа табынушылыққа апаратын дүние, олардың салт дәстүрін, әдет ғұрпын ұстату ғана. Сақал өсіріп, орамал тақса, бұл мұсылмандықтан емес. Бұл жеке бір адамдардың көзқарасы, ұстанымы дейтіндер де ел ішінен табылып жатыр. Өкінішке орай, осындай пікірде жүріп жатқандар, осындай сөздерді айтып, елдің басын қатырап, насихатты жеткізіп жатқандар сол исламның қайдан шыққанын, оның қалай пайда болғанын, және ол ислам діні қазақ еліне қалай жеткенін, қазақ оны не үшін ұстағанын білмегеннен болып тұр деп айтуға әбден болады. Бір сөзбен айтқан кезде сауатсыздық және де жан-жақты зерттеп зерделемегеннен, тарихқа дұрыс үңілмегеннен болып жатқан дүние, немесе біреулердің қолшоқпарына айналып, саясаттың жетегінде болмайтын бір тиын үшін, күнделікті нәпақасы үшін қарын тойғанына мәз болып, елдің ішінде фитна шығарғаны өзі білмей жүргендердің әрекет деп айтуға әбден болады. Біздің ата-бабамыз тарихқа қарайтын болсақ, сан ғасырлардан бері осы исламды ұстанып, рухани тірек ретінде негізгі болмысына сәйкестендіріп, салт дәстүр мен әдет ғұрыппен ұштастырып келе жатқандығын көруге болады. Қасиетті Құран кәрім бұл адамның сөзі емес, бұл бүкіл адамзатты жаратқан, жаратылысты жаратқан жаратушының сөзі. Дана Абайдың сөзімен айтқанда, Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас деген. Осы Құранға үңілетін болсаңыз, Құранда адамды мұсылман қылып жаратқандығын, ислам дінін жібергендігін жеткізеді. Ал мұсылмандық не деген кезде, сол ислам дінін ұстанғандарды мұсылман дейді. Осы ислам дінінің астарына үңілетін болсаң, адамды былай қойып, мынау жануар жәндіктердің өзіне зиян тигізбеуге шақырады. Айналаңның барлығына мейірімділікпен, бауырмашылдықпен қарау керек екендігін жеткізеді. Осындай ақылға сыйымды, адамды адам ететін, руханиятын көтеріп, иманын арттырып, тәрбиелік мән беретін дін болғандықтан, ата-бабамыз сол дінді ұстанғанын көруге болады. Жалпы адамзат баласын мұсылман қылып жаратқандығын Құран кәрімде ашық айқын айтқан. Әу баста осы исламды жеткізіп насихаттаған
біздерге дейін сол исламда түбегейлі жетуіне себепші болған басында кім десек Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екені сөз. Оның насихаттауы бір Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп адамдарға айтумен болды. Мына осы бір сөздің өзін кім айтса сол мұсылман болып саналды. Ла илаха иллалла Мұхаммадур Расулалла мұсылмандықтың басты міндеттерінің бірегейі, негізгі шартының бірі осы кәлима шахадатты айтуы. Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген сөз. Ал осы сөзді ағайын туысқандарына жеткізді. Сол араб еліндегі халыққа өзінің ұлтына насихаттаумен болды. Бірақ сол Мұхаммед пайғамбардың өзін сен ата-бабамыздан келе жатқан діннен тайдырмақшысың. Бізді қайдағы бір Құдайға табындырмақшысың деп оған қарсы шықты. Бізді адастырғың келіп жатыр сен. Бұрын соңды естімеген қайдағы бір жолға түсіргің келеді деген сөздерді айтып, тіпті әкесінің туған ағасы Әбу Лахабтың өзі қарсы шыққаны тарихтан мәлім. Егер де бұл ислам діні арабтың діні болса, арабтың ойдан шығарғаны болса, онда Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға сол кезде өзінің ағайындарының өзі қарсы шықпас еді. Арабтардың пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден көшіріп жібермес еді. Оған не бір зұлымдықтарды, қыспақшылықты көрсетпес еді. Бұның барлығын көруі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның ол дін жеке бір ұлттың емес, жеке бір арабқа тән дін емес. Бұл Алланың тікелей жіберген дін екендігін көруге болады. Ал сол исламның жеткізген дүниесіне қарайтын болсаң, тек бейбітшілік, амандық, адам баласының ортасында тыныштықтың болуын қалайтынын көруге болады. Ислам деген сөздің өзі бейбітшілік деген сөз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деген сәлемнің астарына үңілсеңіз, саған амандық болсын, есендік болсын, тыныштық болсын, және Алланың мейірімі болсын, берекеті болсын деген сөз. Былай қараған кезде сөздің басы бисмилля, Алланың атымен аталса, ал адам баласына сәлем берген кезде ассаламу алейкум деп тыныштықпен басталуы, бұл исламның адамзат баласына нені қалайтындығын көрсетеді. Мына осындай тыныштықты, адам ортасындағы мейірімділікті, кәсібіміздің, жалпы әріп жасаған ісіміздің берекетін, болуды қалайтын дінді ата-бабамыз тектен тегін қабылдаған жоқ. Әуаста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы насихаттаған кезде, валлахи Алланың атымен ант етемін, егер де сенің себебіңмен Алла Тағала бір адамды тура жолға түсірсе, ислам дінін, яғни қабылдауына себепші болса, онда ол адам қызыл түйені бергеннен де артық дейді. Яғни қызыл түйе деген сол кездегі ең құнды дүниелердің бірі болса керек. Егер де бір адам сенің насихаттауыңмен, сенің көркем үлгімен, исламды көрсетуіңмен ислам дінін қабылдап жатса, тура жолға келіп жатса, онда сол ең құнды қандай зат бар, соны садақа бергеннен де абзал екендігін жеткізіп отыр. Және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам осы исламды насихаттау үшін шартарапқа жандағы саңылақ сахабаларды жібергені белгілі. Мәселен, Йеменге Муаз сияқты сахабаларды жіберген кезде
сол жерде Алланың барлығы мен бірлігін жеткіз. Егер де оны қабылдап жатса, ары қарай намаз оқу міндеттелгендігін айт, түсіндір. Оны қабылдап жатса, онда байлар кедейлерге тапқан табысынан зекет ретінде беріп, көмектесу де бір парыз екендігін жеткізу керектігін айтады. Мына осылай насихат басталды. Осы насихаттың әсері сол жерде қаншама адамдарға жетіп, исламды қабылдауына үлкен мүмкіншілік алды. Одан кейін шар тарапқа әлемге осы ислам діні насихатталып, қазақ еліне де жетті. Тарихшылардың айтуы бойынша, жалпы ислам біздерге 751 жылдары келгендігін айтады. Енді бір кейбір тарихшылар тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде, ана Осман халифа болып тұрған кезде небір жорықтарға түріктердің де барып араласқандығын айтатындар да дерек бар. Негізі көпшілік ғалымдардың, көпшілік тарихшылардың айтуы бойынша 8 ғасырларда бізге ислам діні Мауреннахр осы Орта Азияға келе бастағандығын айтады. Яғни 751 жылдары ислам діні бізге жетіп, осы жерлерде насихаттала бастаған. Қазақ халқы сол ислам дінін сол кездерде түркі елдері болып, жаймен өзінің болмысына сәйкестендіріп, салт дәстүр, әдет ғұрыптарына сәйкестендіріп қабылдай бастаған. Ал енді 10 ғасыр мен 13 ғасырлардың ортасында Қараханиттер кезінде Харун Муса билік етіп тұрған кезде осы қазақ жерлерінде ислам діні мемлекеттік дін ретінде елге жария етілген. Одан кейін 15 ғасырларда қазақ хандары Керей мен Жәнібек жеке алтын ордадан бөліп шығып, қазақ деген ұлт қалыптасып, негізгі дін ретінде осы исламды ұстап, және оның насихатталуына үлкен мүмкіншілік алғандығын тарихшыларымыз жеткізеді. Жалпы бұл ислам дінінің адамзатқа беретін пайдасының өте орасан зор екендігін көргеннен кейін барып, осы ислам дінін ұстанған. Ал сол ислам дінін бізге жақсылап тұрып, түсіндіріп берген, Алланың үкімдерін қалай ұстану керек, оны біздің дәстүрлермен қалай ұштастыру керек, әдет ғұрыптарымызға қалай сәйкестендіру керек. Мына осылардың барлығын бізге түсіндіріп берген 4 мазхаб бар. Сол мазхабтардың бірегейі ол Әбу Ханифа мазхабы. Біздер құлшылық шариғат деген кезде осы Әбу Ханифа мазхабын атауымыз ұстанғанын айтамыз. Ал Алланы тану іліміне келген кезде, Алланың барлығы, бірлігі секілді, ол кезде біз имам Матуриди мектебіне жүгінеміз. Бірақ та имам Матуридидің түсіндірген осы Алланы тану ілімі түпкі нұсқасы Әбу Ханифа мазхабына барып тірелетіндігінде білуіміз керек. Айтқан кезде Фиқхул Акбар деген кітаптарды жазуы Әбу Ханифаның ол Алланы тану ілімі екендігі баршаға белгілі. Осыны кеңінен тарқатып біздерге жеткізіп беріп кеткен осы имам Матуриди мазхабы табылады. Сондықтан біз Алланы тану ілімінде де, шариғи ілімдерде де екеуінде қосып Әбу Ханифа мазхабында деп айтсақ та шатаспаймыз. Мына ата-бабаларымыз осы мектептерді ұстанды. Одан қала берді, Сопылық мектепте де осы біздердің Орта Азияда кеңінен тарады. Сопылық мектеп деген кезде біздер Қожа Ахмет Яссауи мектебін айтамыз. Нақшбанди мектебін айтамыз.
Мына осылардың барлығы адамды адам болып қалыптасуына, әдептілікке, адамның мейірімділігіне, көркем мінезді болуына үлкен жол ашып беретін мектептер. Көптеген үлкенге құрмет, кішіге ізет, мынау келіннің келген кезде үлкендерге құрмет көрсетіп сәлем беруі, одан қала берді. Ортада қандай әдептер бар? Тамақ ішудегі әдеп, киім киюдегі әдеп, өзіңізді сөйлеудегі әдеп, ұйықтаудағы әдеп, жүріп тұрудағы әдеп, көшедегі әдеп. Бұның барлығын біздерге жеткізген осы сопылық мектеп деп айтсақ та болады. Адамның тәкаппарлыққа бой ұрып кетпеуі, адамның қандай деңгейге жетсе де өзін түкке тұрғысыз санауы, яғни әрдайым кішіпейілде болуы, кешірімді болуы, осының барлығы сол жаңағы бұрын Қожа Ахмет Яссауилардың сопылық мектебінде үйретілген. Қазіргі таңда кейбір адамдардың намаз оқыса да дөрекі сөйлеуі, қалай болса солай көшеде түкіріп жүруі, үлкен адамдардың алдын кесіп өтуі, оларға дұрыс сәлем бермеуі, ата-ананы қарттар үйіне апарып тастауы, баланың алдында әке өзінің әке деген рөлін дұрыс атқара алмауы, әйеліне дұрыс қарай алмауы, әйел де өзінің дұрыс жар, аяулы ана, үлгілі әже екендігін ұмытуы, анау немересіне ертек айтып беріп, небір жыр термелерді жеткізіп беретін әжелердің жоқтығы, осылардың барлығы айналып келген кезде сол жаңағы Қожа Ахмет Яссауилер жүріп өткен сопылық мектепті бойында болмауы сонда тәрбиенің жоқтығының көрінісі деп айтуға болады. Ал әйтпесе біздер сол сопылық мектептен өтсек, қазақтың қонақты күтуі, қонақ келгенде бар жоғын алдына сойып беруі, құдайы қонақ деп айтуы, оның қолына суды алып жүгіруіміз, және ақсақалдарымыз үлкендердің алдынан тіпті кесіп өтпеуіміз, үлкендерге бірден сәлем беруге жүгіруіміз, өзіміздің бойымызға қарап тазалыққа мән беруіміз, және ішкі тазалықты сыртқы тазалықтан жоғары қоюымыз, ойдың тазалығы, тілдің тазалығына қатты мән беруіміз, бұлардың барлығы қарап отырсақ сол сопылық мектептің бір көрінісі деп айтуға болады. Біздерде мына сопылық мектеп дегенде Қожа Ахмет Яссауилардың кезінде байқасаңыз аталар деген болған. Бекет ата дейміз мысалы. Және сол сияқты аталар мектебі көп болған. Бұл ата деген сөз ол кезде белгілі бір қазір таңдағы шейх, пір, ұстаз деген бір үлкен атақтар, хазірет деген атақтар беріп жатсақ, ол кезде сондай бір деңгейге жеткен, өзін көрсету үшін емес, керісінше қарапайым барлық нәрсені Алладан деп санайтын деңгейге жеткендерді сондай бір ата деген атты қойып, сондай бір мәртебеге жеткізетін мектептерді көруге болады. Ал кейін сол жаңағы 15 ғасырлардан кейін сол Қожа Ахмет Яссауилардың шәкірттерінен тараған ұлы ұстаздардың әулиелік деңгейге жеткен қазақтардың даласына қарасаң адамдардың көп екендігін көруге болады. Бәленбай әулие, Түгенбай әулие деп жатады. Мына Ишан деген ат сол кездерде шықты. Ата деген мектеп Ишан деген мектепке ауысқандан көруге болады. Сол Ишан деген парсы тілінен енген сөз бізге. Ал сол Ишанның мағынасы олар деген сөзді қамтиды екен. Олар деп не үшін айтты қазақ халқы? Өйткені кез келген сөз сөйлесе, бір жақсы әдемі елге насихат айтып жатса, білімін беріп жатса, мен айттым, мен істедім, мен болмасам жерде болмас еді деп, немесе жаңа бір мектеп, медресе, мешіт, көпір, тағы да басқа керекті дүниені салып беріп жатсаң, қоғамға пайдаң тигізіп жатсаң, мен істедім, мен болмағанда болмас еді, менің бұл материалым арқылы ғана болды, мен тапқан табысым, мен осындай жетістікке жеттім деген нәрсені көп айтамыз қазір. Осындай дүниелердің бәрінен қашып, олар істеді. Олар істеді деген сөз Алла.
ол істеді деген мағынаны меңзеп жеткізетін болған. Ол сөйлетті, ол тамақтандырды, ол киіндірді, бір ол осындай жақсылықты жасатты деген ойға дейін барған. Яғни тіпті мен істедім дегеннен қашып, біз істедік дегеннің өзінен аулақ болған. Біз деген сөзді айтса, ар жағында мен деген сөз тығылып тұрады. Сондықтан тәкаппарлығым оянып, нәпсім жоғары санап кетуі мүмкін. Сондықтан біз деген сөзді айтпауымыз керек. Ол істеді, олар істеді деп Алла Тағалаға теңеуі, бұл біздің жаңа сопылық мектепті қаншалықты жоғары деңгейде ұстанғанын көруге болады. Қазір кейбір арамызда жүр, сопылық мектепті дәріптеп жатыр деп, заманмен санаспайтын, ортамен санаспайтын, және адамдардың ақылына қисынсыз дүниелерді айтып, анау алған дәретіні соны ішкізіп, немесе қолын сүйгізіп өз еркімен. Ол егерде сондай деңгейге жеткен болса, ұстаздық адамдардың алдында бір әулиелік, онда ол қолын сүйгізіп отырмас еді. Ол керісінше қолын тартатын еді, кішіпейілдік танытып. Мына осы сопылық екеуін шатастырып алмау керек. Қазір сопылық деп кейбіреулер пірінің қолын сүймесе, немесе дәретін суын ішпесе, немесе соның айтқанымен жүрмесе, соны пір деп мойындамаса, ағайын туысқандарынан да жырақ кетіп, бөлініп кетіп жатқандары бар. Мен ол сопылықты айтып отырған жоқпын. Бұл жердегі қазақтың кеше Қожа Ахмет Яссауилардың анау аталары мектебі деген кезде, ишандары мектебі деген кезде, керісінше дүниенің өзі мына жүрекке байламаған, керісінше ол дүниені қолдан келіп кететін сияқты қарауы. Мына осы сопылық тапқан табысын өзіне, отбасына, қоғамға, елге пайдалы болсын деп жұмсай алатын адамды сопы деген. Айтқан кезде дүниесін жүрегімен тәрк етіп, бір Аллаға бет бұрған жан. Сондықтан біздің жалпы мұсылмандықты ұстану деген кезде біз өте жоғары деңгейде Алла Тағалаға сенумен қатар көркем мінезділікті өте жоғары қойған халық екендігімізді жеткізіп алады. Адамның сырты бүтін, іші түтін болмау керек екенді, керісінше ішкі жан дүниеңнің тазалығы сыртқы тазалықтан әлдеқайда жоғары керек болып тұру керек екендігін қазақ халқы дәріптеп жеткізген. Оның барлығы ар жағын алып қарасақ, сол ислам дінімен ұштастырып, өзінің бойына нені алу керек екендігін біліп, біздерге осы исламды әдеби қылып жеткізіп беріп кеткендігін көруге болады. Ал одан кейінгі жылдарды алып қараған кезде, бұл 19-20 ғасырлар. 19-20 ғасырларда біздерде 20, тіпті 20 жылдардың басымен 20 жылдардың аяғымен 40 жылдардың басына өңілетін болсақ, тіпті біздерде төтенше жазу деген болған. Оғаның дейін. Сол аралықтарда біздердің осы төтенше жазуды араб тіліндегі алшақтатып, керісінше Ресей патшалығы мынау атеизм, Құдайды жоққа шығару, атеистік көзқарас дегенді қалыптастыру, шоқындыру, және осы діннен алшақтату, және сол дін арқылы біздің рухани болмысымызды жоққа шығару жұмыстары жүргізіліп кетті. Оның нәтижесі мешіттердің жабылуына, медреселердің есігіне құлыптар салынуына, имам молдалардың қудалануына, Құран кәрімнің өртелуіне барды. Тіптен біздер осы бұрыннан бері келе жатқан тарихи жәдігерлеріміздің барлығынан, осы күнделікті қарап отырған төтежелерімізден айырылғаннан кейін, жаңа қазіргі таңда кіріншегі өткеннен кейін, тіпті одан алыстап қалғандығымызды да көруге болады. Біздердің мешіттеріміздің, медреселеріміздің тіпті мал қораға айналуы, клубтарға айналуы, магазиндерге айналуы дегендер болды. Осының бары айналып келген кезде діннен бізді қайтадан алыстату деген мәселелер жүргізгенін көруге болады. Бірақ ата-бабамыздың имандылығының арқасында, Құдайға деген сенімінің арқасында, Құдайдан қорықпағаннан қорық деп ұстануының арқасында, сан ғасырлан бері жатқан дінді
адамзат баласының негізгі тірегі екендігін білгеннің арқасында әлхамдулилля тәуелсіздігімізді алғаннан кейін қайтадан мешіттеріміз жанданды, ислам діні елімізде насихаттала бастады, көптеген адамдар мұсылмандыққа бет бұрды. Яғни тәуелсіздік алған кезде мешіт деген атауы бар кішкентай үйлерден 68 ғана болса, қазіргі таңда 2800-ге елімізде мешіт жетті. 9-ға жуық медресе колледждер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан ашылып жұмыс істеуде. Сондай-ақ 4000-ға жуық дін қызметкерлері, соның ішінде тіпті профессорлық деңгейге, докторлық деңгейге, магистрлік деңгейге, бакалаврлық деңгейге университетті бітіріп жеткендер, сондай ғалымдардың елде қызмет етіп жатқандығын көруге болады. Оның барлығы айналып келгенде қазақта мұсылманшылықтың, исламды діннің қалай насихатталғаны, қалай бізге кіргендігі және қалай болғандығын көрсетеді. Сондықтан біздердің осы қазақ халқыны адасқан, анау абайды адасқан, шәкәрімді шатасқан деп айтып жүргендердің сөздеріне бұл тарихтың бәрі керісінше жауап ретінде айтылғандығын көруге болады. Біздер олардың жетегінде кетіп қалмауымыз керек. Біздер ислам дінін қазақ халқы қылышпен қабылдамағандығын және діннің өзі жалпы қылышпен тарамағандығын, керісінше адамдардың ортасында ақылына сай насихатталып, соны өз еркімен адамдар қабылдағандығын көруге болады. Өйткені қасиетті Құран кәрімде Бақара сүресінде «Ла икраха фид-дин», дінде зорлық жоқ деп Алла тағала ескерткен. Бір адам намаз оқымай жатса, сен күшпен намаз оқы деп айтуға болмайды. Бір адам ораза ұстайын деген ниеті болмаса, бір адамның, онда сен міндетті түрде ұстайсың деп оған күштеуге болмайды. Бір адам егерде ар жағында шынайы түрде орамал тақпаймын деп жатса, күшпен тақтыруға болмайды. Мына осылардың барлығы саналы түрде жан-жақты ойланып, Алланың барлығын бірлігіне көзіңді жеткізіп, одан кейін келетін дүние. Мына исламды біз зорлықпен, зомбылықпен емес, біз ақылымызбен, жан-жақты ойлап, дұрыс санамызбен қабылдаған дін екендігін жеткізгіміз келеді. Жалпы алған кезде біз ислам діні бізге келгеннен кейін қазақ елінде көптеген адамгершілікке тәрбиеленген жақтары орасан зор екендігін айтуға болады. Мәселен, көптеген мақал-мәтелдеріміз, көптеген біздің қолданып жүрген керемет сөздеріміз, өлең шумақтарымыз, сөздеріміздің астарынан көрсеңіз, осы діннен алынғандығында байқауға болады. Мәселен, адамның өмірге шыр етіп келе қалған кезде құлағына азан шақыруы, одан кейін барып ақ пен қараны, қара мен халалды ажырасын деп тұсауының кесілуі, тура жолмен жүрсін деп оны айтылуы, одан елге танымалы, елге қоғамға пайдасы тиген адамдардың тұсауын кесуі, бір Алладан дұға қылып сұрауы, осындай жақсы адам болып қалыптассын, ел алдында жүретін, елге жанашыр болып жүретін деген сияқты жақсы тілектердің айтылуы, одан қала берді білім алуға табандырып атқан кезде тілашардың берілуі, оны яғни жоғары санап, осы білімнің қаншалықты парыз екендігін Құран кәрімдегі ең бірінші аятта айтқандай, соның парқына барып, Аллаға шүкір етіп, дастархан жаюы, одан қала берді неке қиылуы үйленген кезде, және де өмірден өткен кезде жаназаның шығарылуы. Былай қарағанда адамның туғысынан өмірден өткенге дейінгі ортасындағы барша дүниені шариғатпен ұштасып жатқандығын көруге болады. Қазақ халқы неге бұл шариғатты алды десек, ақылға қонымды, адамның адам болып қалыптасуына және рухани дамуына, айналған қоршаған ортаға пайдаң болмаса,
зиянын тигізбеуге шақыратын дін екендігін көргеннен кейін қабылдағанын көріп алады. Тіпті жаңа айтып өткендей, қонақ келген кезде оның қолына су ала жүгіргеніміздің өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде тамақтың алдында қол жуыңдар, соңында қол жуыңдар, сонда берекет бар деген хадисін біздер дәстүрге айналдырып алып жүруіміздің өзі тектен тегін емес. Одан қала берді біздердің 7 атаға дейін қыз алмау деген мәселе. Омар Хаттаб радиаллаху анхтың кезінде алыстан алу керек екендігін, жақыннан алған кезде небір ауруларға адамдар душар болып жатқандығын айтып жеткізгендігін негізге ала отырып, біздер анау ата-бабамызда 7 атаға дейін санап, одан кейін барып қанның таза болатындығын біліп, осыны дәстүрге айналдырып кетуіміздің өзі сол бастағы шариғатымызда көрсеткен нәрселермен ұштасып жатқандығын айтуға әбден болады. Міне сондықтан осы секілді салт дәстүрлердің барлығы да шариғатпен ұштасып жатыр. Аллаға шүкір, биылғы жылы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы дінді насихаттап жатқан қара шаңырағымыз 35 жыл толып жатыр. Біздер осы шаңырақтағы шыққан пәтуаларға жүгініп, әркімнің айтқандарына еріп кетпей, елдің тыныштығын сақтап, бірлігін артыруға жұмыс жасауымыз керек. Осы жерде бір тарихи деректерді айта кеткіміз келеді. Біздердің негізі Қазақстан мұсылмандары діни басқармамыз Ресейдің қарамағында тұрған кезде Ташкентке қарап тұрғаны белгілі. Жеке дербес, тәуелсіз муфтиятымыз болған жоқ, муфтиіміз болған жоқ. Муфти деген сол Ташкентте болып, сол жерден басқарылды. Бізде тек қази деген болған. Біздер тек 1990 жылы 12 қаңтарда ғана тәуелсіздігімізді діни басқарманың алып, Ратбек Қажы Нысанбайұлы деген бірінші муфти болып тағайындалған. Мына ол кісі 2000 жылға дейін жұмыс жасады. Одан Әбсаттар Қажы Дербісәлі деген муфтиіміз тағайындалды. Өте үлкен ғалым, университет, медреселер ашылуына себепші болған ғалым, қазір өмірден өтті, жаны жәннатта болсын. Ол кісі 2000-нан 2013 жылға дейін муфтиятта басқарып жұмыс істеді. 2013 жылдары Ержан Қажы Малғажыұлы деген бас муфти болып тағайындалды. Ол кісі 2017 жылға дейін қызмет атқарды. 2017 жылы Серікбай Қажы Ораз бас муфти болды. Ол 2020-ға дейін қызмет атқарды. 2020 жылы Наурызбай Қажы Тағанұлы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти болып тағайындалған. 5 жылдан кейін мінекей қайтадан муфтилігі қызметін созып, жақында ғана тағайындалды. Тағы да 5 жыл қызмет етеді жарғы бойынша. Мінекей жалпы бүгінгі күнге дейін біздің мұсылманшылық қалай келе жатыр, және оны кімдер басқарды, қалай тарады дегенге қысқаша ой жүгірттік. Жалпы алған кезде біз осының бәрін білуіміз керек. Мұсылмандық деген мектеп қалай қалыптасқандығын, ислам діні бізге қалай келгенін, кімдердің кезінде келгендігін білетін болсақ, бұл ата-бабамыздың сол сан ғасырдан бері осы жолды ұстап келе жатқандығына көзіміз жеткізеді. Әртүрлі ағымдарға, әртүрлі фитна шығарушыларға, әртүрлі адамның басын қатырушыларға еріп кетпес едік деп ойлаймын. Бұл бір сөзбен айтқан кезде жеке бір ұлттың, жеке бір адамның діні емес. Бұл Алла Тағаланың адамзат баласына жіберген адамның адам болып қалыптасуына үлкен септігін тигізетін дін екендігін білу керек. Және ата-бабамызда сол діннің адамға беретін пайдасы мол екендігіне көз жеткеннен кейін ұстанған және ұстануды бізге өсиет қылып қалдырғандығын ұғыну керек деп ойлаймын. Баршамыздың да осы тура жолда жүріп, адам болып қалыптасып, Алланың алдындағы міндетімізді орындап, қоғамға пайдамыз тиіп, кеткен жандардың қатарынан болуымызды нәсіп етсін. Ахирет дәуана алхамдулиллахи.